осы қандай дәрімен дәрілейсіз деген сұрақтар тағы да қойылып жатыр екен. Бұны алдында да видео түсіргенбіз, тағы да видео түсіріп жатырмыз. Енді блокада антиклоп, міне қандалаға арналған иісі жоқ дәрі, міндетті түрде маскамен және перчаткамен пайдаланамыз. Сосын дәріні пайдаланғаннан кейін бөлмені, үйіңізді толық дәрілегеннен кейін міндетті түрде бір тәулікке, яғни 24 сағатқа үйден кету керексіз. Дәрілеп болғаннан кейін есік терезе жабық болу керек. Вообще дәрілеуді бастаған кезде есік терезенің бәрі жабылу керек. Солай дәрілеп болған соң үйден кету керексіз. Сосын дәрілеу уақыты 1 сағаттан көп болмау керек. Егер заттарыңыз көп болып ұзақ дәрілейтін жағдайлар болса, онда арасында 1 сағаттың ішінде 1 сағат дәрілеп болғаннан кейін әлі дәрілеп болмаған күнде де таза ауаға шығып 15-20 минут дем алып таза ауамен, сосын келіп жалғастыруға болады. 2 сағат, 3 сағаттай көніп жүре беруге болмайды. Міне жазып қойған токсично деп. Бұл денсаулыққа зиян әрине. Негізі өздеріңіз дәрі алып дәрілегеннен гөрі дезинфекция маманына хабарласқаныңыз дұрыс. Ол қайда десеңіз, әркімнің өз қаласында бар. Бізде де бар, Астанада, Шымкентте және Алматыда жақсы жұмыс істейтін, яғни қандаланың несімен көптен бері жұмыс істеп жүрген адамдар бар. Бізге жазсаңыз, номерін жібереміз. Міне блокада антиклоп.